Енді бүгінгі айтыстың ең соңғы жұбы бұл белгілі ақын өздеріңіздің баптаған жүйріктеріңіз Балғынбек Имаш. Балғынбек Имаштың қарсыласы Қытай қазақтарынан суырылып осы айтысқа қосылып отырған Арзыгүл Қайынбек қызы. Өз балаң болғаннан соң өз өренің бәріңнен мейірімді сеземелім. Жыр құмар жерлестерім бармысыңдар, ерекше қастерлейтін сөз өнерін. Арыстан боп алдыңа келіп тұрмын, Айтақынның кішкентай көжек едім. Шыңжаңнан қарындасым келіп жатыр, қандасқа қаруымды кеземедім. Бірақта туған жерге топта түстім, жарамас тізгінімді тежегенім. Талдықорған жұртының жөні бөлек, болса да жайық арқа бәр өз елім. Алатауды атам деп Жетісудың анамдай аялаймын әр өзенін. Сағынып Балғынбектей балаң келді, Алакөл, Ақсу, Көксу, Сарыөзегім. Бабамдай бісмилла деп сөз бастадым, өсуі Алладан ғой дәреженің, Басқадан кілтін іздеп бағырыстың, көп жерде қателестім, жаңылыстым. Ырыс алды ынтымақ деген сөзді естіген мен елемес мәнін ішкім. Сүйінбай, Сара, Жамбыл, Бақтыбайлар жыр төккен қамын ойлап бар ұлыстың. Надежда, Қаныша мен Айтақынды, Айтақынның білмейді дәл өзіңдей бабын ішкім. Кешегі оразалы есен құлдар айналды сағымына сағыныштың. Жандарбекпен екеуміз жүрміз бүгін сапында, айтыс деген сан ұрыстың. Нұр Отан филиалы айтыс жасап, сағынып ауылымды алып ұштым. Ерғазыдай ағамыз көрсетті ғой, әдемі білетінін бабын істің. Жетісу Жандарбектің жүлдесі құтты болсын, баланың сындырмайды сағын ішкім. Алтын домбыраны әкелдік Жетісуға, бітіргендей боп жүрміз бәрін істің. Сіздердей ел жұртынан баталмаса, біздердей шықпас топты жарып ішкім. Ақын осал болуы мүмкін емес, елбасы өзі туған облыстың. Тасыған мекеме бұл қуат әуелден, сондықтан етене жүр Нұр Отан елмен. Айтысқа қамқор болған партияның тойына ақындарда ұната келген. Арзыгүлді шақырған Нұр Отанның, қазақтың басын қосу мұрат әуелден.
еліктей арзы гүлім аман бысың? Сау жеттің бе Қытайдай дракон елден? Дракон елден келген қыз қорқады ма Балғынбектей сақалды браконьерден? Көш тоқтап қалған кезде қайдан келдің? Заман жоқ, оңды солды квота берген. Бірақ та саған бата беру үшін осында жаулық дәже ата келген. Қол соғып жерлестерім жөн болады, тұңғыш келген қызыңа бата берген. Байрағымның астына ораларсың, батасымен Жетісудай жотал елдің. Білетін арыстандай алшаюды, мен едім Жетісудың ән шаюы. 15 жылдан ротан айтыс жасап, қазақ алталаштың жиналды бар шайыры. Саған қарап келгендей болып отыр, теңеуімнің кешірші болсайыбы. Үйсіннің қақанына ұзатылған таң империясының ханшайымы. Сөзіңнің ар жағы әстем әземес, ханшасы деп Қытайдың жасадың жұртқа аз елес. Қытайға неге теңедің? Қандасың бұған раз емес, қазақтың қара қызы деп кешегі қойдым ізі деп. Еркелетсеңші одан да тудырмай аға аз егес. Сенсіз де бізді Қытай деп атап жүргендер аз емес. Аллах деп сөзді жалғайын, қызуын баспай от тілдің. Сіздермен дидарласатын келмейді сәті көп күннің. Жыр көгіндегі жұлдыз ем, қан тәңірдегі қырмыз ем. Жаттаған жырын бір қыз ем, көдектей көсем тек тұлдың. Сөздегі сеніп киеге, жүйеге түйе шөктірдім. Таң жарықтай тарланның, асыл қандай арыланның. Өнегесін үйреніп, талғамымды бек қылдым. Тереңнен іліп жыр маржан, өлеңнен дауыл соқтырдым. Байдан да қалған бұл жалған, құлы боп өткен алтынның. Батырда өткен жалғаннан, қорғаны болып халқының. Ақында өткен жалғаннан, қормалы болып салтының. Қайсысы мәңгі тұрақтар, құратақ мәнсап даңқыңның. Тұтқасы болған жамбарыма, опасыз мынау 5 күннің.
тілімнің аман сауында уәжімді айтып қауымға, сайрап қалуға, қандастар саған бет бұрдым. Өтінде туып азаптың басынан өткен ғажап күн, шығыстағы қазақтың сәлемін алып кеп тұрмын. Айнұрдың салған әніне тербелген түркі даласы, әпкемнің үнінің қосам, бар бұған кімнің таласы. Жақсы мен жөн ғой жанасқан, інісін аға қарасқан, әпкелі сіңіл жарасқан, біз текті қазақ баласы. Үлкеннен кіші үлгі алған, бұл өмір солай тыңдарман. Абайға қарап бой жазып шәкерімде жыр, Абайға қарап бой түзеп шәкерімде жыр жазған. Шешеннен қанша сөз қалды, шеберден қанша біз қалған. Халқым ғой менің қазынам, сусыз жерде су болған. Нұрыңа жаным шомылып, түнекте қалсам күн болған. Халқына арқа тіреген, ақыннан дөтер бұл жалған. Сендер аман болыңдар, әлеумет мұнда жиналған. Айтыса кетсе бұлағам, орысша сөйлеп қоймаған. Орысша сәлемдестің бе, осыдан аспас сорлаған. Нұр Отан деген партия төсінікті ғой олмаған. Драконың не ағасы, дедің бе мені ол жаман. Драконың не алайчы, деген сөз бәлде оңбаған. Өлтіремін десе де, орысша болмас қолмаған. Қазақша айсаң нетер ед, қазақпыз тілден тоңбаған. Басыңды алам дедің бе, қасыңда қалам дедің бе. Түсінсем бұйырмасыншы, не айтып кеттім молдағам. Бүгінде ата жұрттан жат ұясы, сөзімнің көп болды ма қапиясы. Ағасын молда екен бүлдірді ғой дейді ағасын. Басында болғаннан соң тақиясы. Қытайдың ханшайымы емес екен ғой Айнұр қыздың ой шіркін. Копиясы бар айрым, бар айрым, бар айрым, бар айрым. Арзыгүл кей сөзімді түсінбеді, деп отыр өңімбеді, түсінбеді. Бұл жақта көп адамның тілі орысша, қазақша болған менен пішіндері.
Кеңестің заманында орыс тілін білмесе, жылжымайтын кісілгері. Өзге ұлттар ол кезде 60%, асымыз бісмілламен ішілмеді. Ал бүгін 70% болып қалдық, жеміс қой бұл елбасының ісіндегі. Бірақта тең жартысы шала қазақ, секілді мұражайдың мүсіндері. Мәңгүрттер ана тілін ақсатып тұр, қақсаған қаңғырт құсап тісімдегі. Жүрегімнің түбіне бойлағайсың, тереңірек түсіну үшін мені. Мен әдейі соларға орысша айтам, қазақы қалыбына ей шіркін, түсіргелі бәр айрым, бәр айрым, бәр айрым, бәр айрым. Арзыгүл тілден тауып ілмектерді, орыссың деп молданы тілдеп берді. Кеңе қызылдар Ақпатшадан асып түсіп, 70 жыл тілімізді күрмеп келді. Оралманды мақтайын ел алдында, білген соң бауырларды құрметтеуді. 1 миллион қандасым шетелден кеп, салсанам тілім дінім гүлдеп берді. Түркиядан келгенде бауырларым, ата жұртқа дәстүрлі дін боп келді. Халифа Алтай аударып Құранымды үйретті біз ұмытқан сүннеттерді. Мұстафа Өзтүріктей батыр ағам дүниені дүбірлеткен дүр боп келді. Ираннан қазақтарым гүл боп келді, Өзбектің қазақтары пұл боп келді. Моңғолдың қазақтары Архондағы күлтегіннен жалғасқан жыр боп келді. Солтүстік облыстарға барғандардың төбесінен орыстар күлмек болды. Олардың орнын нұсқап оралмандар қазағыма орнатты гүл көктемді. Түрік, Өзбек, Ираннан жүздеп келсе, Шыңжаңнан қандастарым мың боп келді. Өзгелдегі қандастарды айтып шықтым, Арзыгүл Шыңжаң жақтан тың боп келді. Тілің жетсе айтып бер ата жұртқа, Қытайдың қазақтары ей шіркін кім боп келді? Бәр айрым, бәр айрым, бәр айрым, бәр айрым. Балпаңдап басқан бай мүсін, жайдарым мінез жайлысын. Өзіңе аға теңерем, арғым ағаттың жалдысын. Айтпақшы аға өнерде, өзің бір дара таумысың. Орысша жырлап таң қалттың, күл Ресейдің жармысын. Шинжаңда жырлап Қытайша, Қытайдың далдың алғысын. Алғысын алсаң ала бер, пенденің алма қарғысын. Құбылтып салар үні бар, ғажапта өткір миы бар. Сан алуан тілі бар, айыр тілдаға армысың.
Қытайдағы қазақтар дейсің бе аға кім еді? Мың өліп мың тірілген сол қазақтың бір еді. Тарихымнан қозғасам таусылып бітпес жыр еді. Жеткенін айтсам осында ашылар жанның түнегі. Түрмеде ғұмыр өткізген жет алмай өзі өлсе де, отанға сөзін жеткізген қажы құмар дел біледі. Қанат сыламдай батырың, намысы оттай жарқылдап, қасқырандай саңқылдап, миллиардты жарып білегі. Шұғыла менен майраның жұртыма төкті шүлені. Қайсысын айтып таусамын, көкейде бәрі жүреді. Көрмесін қайғы солардың қазақ деп соққан жүрегі. Қақтырып сөз бастасам арға дабыл, қадармын ұял осы ордаға гүл. Арчақта сіздерді аңсап жүрген елім, сәлем айтты алтыннан салмақ ауыр. Ұзақ ғұмыр жасасын деп тіледі, нұрағадай елге еңбек арнаған ұл. Алатау Сарыарқаға сәлем айтты, алашым көбейсін деп Аллаға құл. Соңымды үлкен білдірді өтінішін, қазіргі мұңғы болған заңға да бір. Оралман жайлы шыққан саясатың, сыйлағаны белгілі жанға жауыр. 5 жыл бой азаматтық бермейміз деп өтініш жасап жатыр қанға қазір. Ата жұртын аңсаған ағайындар бөгелгелі тұрған жоқ сонда да бір. Шекарада тұр қазір кезек күтіп, жетсек деп қасиетті ордаға бұл. Сондықтан азаматтық беру жайлы ағалар ойланса екен толғана бір. Ондағы 2 миллион қазақ үшін 5 жыл тоқтау айықпас орнала бұл. Бері бет бұрған елге 5 жыл емес, 5 сағат кешіксе де зардап ауыр. Орысша жырлағаның әнзі жігі, ағамның айтылмадау әнді жыры. Орысша айтқаныңды қоймадың ғой, Қытайша мен айтайын чаңды жігі. Мықты болсаң сөзіме жауап берші. Шымы өтші не шуған тәнді жігі. Әйяни тәй цың мыңлы орчың ріннен, Годы митен көйлі ма паңзы гігі ай-ей-ей-ей. Жеребе қосқанын ай дәл жұбымды, қара қыз қағып алды қалжыңымды.
Мен орыс қылам десем Арзыгүлді, Арзыгүл Балғынбекті ханзу қылды ба, Орысша бастағанда жыр айтуды, көрермен көңілінде күмән туды. Сойыл менен соққандай болған менен, ар жағымда басқаша план тұрды. Қандасқа орысша айту қас масқара, басыңа орнататын тұман күнді. Басқалар бет құрғандай болмасын деп, жамандықтан сақтандырдым бұ халқымды. Қыран текті қандастар келген кезде, ысылдап көрсетпейік шұбар жылан тілді ба, ысылдап көрсетпейік жылан тілді, Арзыгүл түсінбеді шұбар тілді. Тілім үшін бөлінген миллиардтарды судай шашқан көрдік қой бұғалтырды. Одан көрі оралманға таратпай ма мемлекет тілге бөлген грантымды. Мен негізі шынайы мұсылманмын, қолымда тәсбихпенен құман тұрды. Құранда Алла құлына харам етті, өзіне серік қосып күн артуды. Одан кейін пендеге харам қылды, атанаға қарсы кеп мін артуды. Анамның сүтіменен біткеннен соң анамдай құрметтеймін туған тілді. Өлгенше тілге дінге қызмет етем, ел алдында айтамын бұл антымды. Санап тұрып берсе де мың алтынды, сатпаймын әліппеде бір әрпімді. Азаттық деген мініп ақ пырақты, алашым арлы берлі шапқылапты. 91-де шекара ашылғанда, Алтайдан түскен көрдім ақ шуақты. Қытайдағы қаймағы бұзылмаған бабамның тілін көрдім нақ қуатты. Ең алғашқы құрылтай өткен кезде қуаныш жүректерден атқылапты. Содан бері 23 жыл өтіпті, болмайды басқа қонған бақ тұрақты. Өткен айда Шыңжаңға барып келдім, туған тілдің астынан тақ құлапты. Қытайша тілі шыққан сәбилерді көрген көзде жаныма қатты батты. Шеттегі қандастарым өкпелеме айтуым керек боп тұр қатты. Ұрпағым жойылмасын десеңіздер, көшудің қамын жаса нақты. Қытайдың билігіне рахмет, бұған дейін қыспады бақты қақты. Құдай үшін көшіп кеп отаныңа, ошағыңда өшіп қалған отты жақшы. Валлахи исі қазақ болғаннан соң, баршаңызды көреміз қатты жақсы. Шақта бұл тіл мүдірмей жақсайраған, айтудан ақиқатты ақсаймадам. Тілдерің шұбарланып кетті дейсің, бұл сөзің көңіліме сап қойдалаң. Ана тілім қайткенде өркендер деп, мен досы сол туралы қатты ойланам. Бірақ та алаңдама тілдінімнен, десе де кей жағдайлар қақпай болам.
айтысымды дәріптеп ол жақта да тілімді алдаспандай нақ қайраған. Мектептерде сабақ бар айтыс жайлы, халқым бар ынтымағын шат ойлаған. Кетсе де аспан құлап, жер жарылып, ұрпағың баба рухын сақтайды аман. Жырламай бірдің соңын, бірдің басын, тіл жайлы ақын қызың жыр жырласын. Ана тілдің тағдыры ең маңызды, оған ешкім қауыбын тудырмасын. Ол жақ емес, бұнда да ана тілін деп жүргендер аз емес, мұң қуласын. Орысша сөйлесуді мақтан көрген кей жаннан бізге қандай үлгін қалсын. Сондықтан сіз боп, біз боп ана тілді қорғайық, сағын ешкім сындырмасын. Су басынан тұниды деген сөз бар, төрдегілер тілімді құл қылмасын. Төменгі арнаң тұнық болу үшін ұстайық ылайламай судың басын. Басыма қонғаныма сірә бақтың, қыран жырды Алатаудан қиялаттым. Тасына гүл көктеген кең далада басынан не өтпеген бұл алаштың. Алты бақан алауыз болған шақта жауласып бір-біріңмен кіналастың. Тағдырын кештің бір кез қайран жұртым, мекенінен шошынған дуадақтың. Сар жұртыңнан адасып кер заманда, туыстар бір-біріңнен тір адастың. Тарыдай жер бетіне шашыраған, тарихы таңғажайып бұ қазақтың. Жаһандану ауқымы етек алып, тағы бір келатқандай қиянат күн. Бесіктегі сәбиің айыр тіл боп, тілі жат, діні жатпен құдаластың. Ақ сарбас ақ баталы жиын тойда, көкшіп жеп көкіп сөйлеп сыралаттың. Ақ табан шұбырынды заманда да салтыңның биігінен құламапсың. Көк байрақ отаны бар мына таңда, қазағым азып тозып жыламассың. Жатсам тұрсам үнемі бір құдайдан, елімнің берекесін сұрамақпын. Әр елдегі қандасқа сая болғай, достық деген саясы бір ағаштың. Көсіле шабар күн жетті, болмаса жолды кесер қол. Қазағым елім байдалам, сағнышым саған төтем мол. Дарқандық тұнған төсіңе, шалқарлық тұнған кешіңе, қызыға қарап бұл күнде көз сүзіп жатыр шетел мол. Ол үшін жұртым әуелі өз-өзіңе бекем бол, өз дәстүріңе көсем бол, өз тіліңе шешем бол. Бабамнан қалған байдалам, қазаққа ғана мекен бол. Сіздерге болсын ағайын, жүректен шыққан наз әнім. Қандастарға қашанда махаббатым мен тазамын. Көрсетпес екен құдайым дұшпанның сайқым мазағын. Қанша күн қалды артыңда, қас
қасіретпенен азабың, бұдан жаман кезде де тойға барған ел едік. Ал бүгін шүкір Аллахқа, кімдерден қалқым кемедік. Назарбаевты мойындап, бұруда жат ел назарын, тәуелсіздігің емес пе қолдағы байлық ғажабың. Нұр сұлтандай патшаңның қадырын білші қазағым. Рахмет, ақындарымызға рахмет. Енді сіздерге берілетін тапсырма. Ашып, өздеріңіз оқыңыздар деген ғой. Бейне сұрақ дейді. Ассалаумағалейкум, кеш жарық құрметті айтыс сүйер ағайын. Армысыздар, ал енді айтыскер ақындарға қойылатын сұрақ. Сұрақ болғанда бұл енді қазақ халқы көп нәрсені білгіміз келіп тұрады ғой. Мысалы, бұрын айтысқа бас жүлде алған кезде автокөлік берілетін. Ал қазір естіп жатырмыз, ақшалай беріледі екен. Сол сіздерден сұрағымыз келетіні. Бас жүлде алған кезде ақшалай сыйды бұрынғы курспен аласыздар ма, әлде қазіргі курспен аласыздар ма? Теңгенің құнын сұрап Тұрсынбек тұр. Нешеден болып жатыр курсың деп тұр. Ақшамыздың бағасы құбылғанға кейбіреудің жүрегі дүрсілдеп тұр. Бар нәрсенің бағасын білдіруге Тұрсынбектің сұрағы мінсіз боп тұр. Әзілінің артында зіл жатыр ғой. Басыңнан бағың тайса кімсің деп тұр. Тұрақсыз нәрселерді мысал қылып, тұрақтылық қадіріне шіркін білсін деп тұр. Әрайрым, 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 әрайрым. Жалғаннан өтер дейсің, кімсін алмай. Сондықтан жөніміз жоқ қырсығардай. Тілің тәтті болғанмен қарындасым, ағаңды отырмайсың қыршып алмай. Бағып сөйлеп отырсың кей сөзіңді, бұл залда сен аңдыған тыңшы бардай. Енді өзіңе берейін сөздің ретін, кезекпенен толғайық жыршылардай. Теңге жайлы халыққа қопарып айт, ел қайтпайды құлағының құршы қанбай. Дәл қазір Үрімжіде теңгеміздің юанға шаққандағы шіркін курсы қандай. Әрайрым, 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 әрайрым. Нұр отандай ел кешіп, сараптап теңге долларды қарасаң қызық ел досы. Қайсысын алар едің деп, керіліп тұрау кеудесі. Сен айтшы деп ағамда, кезекті барма бермесі. Юаның мен долларда қанша еселеп артқанмен, мен үшін түкке тұрмайды адамның иман теңдесі. Сарыарқа сары даламның, басы қалған бабамның,
мен үшін қымбат қашанда теңгесі емес пендесі. Живәнді сұрап ағасы, бұзылды қалай өңнеге. Боқ дүниеге қызықпай, салмаспын кеуде кеңнеге. Батасын алсам осы елдің, қуанбаймын мен неге. Разы болып иншалла, сүрінбей жетсем көмбеге. Мен үшін доллар сол болар, ниетімді алсам мен керек. Тілерім қандастарыма, дақ түспей әппағарыңа. Иман бер Алла, тілегім жер бетіндегі пендеңе. Рахмет, ақындар.